негізгі іс-шара Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің қорғаныс министрінің бірінші орынбасарының бекітілген жоспарға сәйкес өткізілуде. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің әскери бөлімдері мен мекемелерінде парк ішкі қызметін ұйымдастыру бойынша алдын алу шаралары өткізіліп жатыр. Басты мақсат жүргізушілер мен бақылау өткізу техникалық пункттардың бастықтарына тәжірибелік көмек көрсету, парк қызметін тексеру және де сынақ қабылдау, бақылау техникалық пунктінің бастығының куәліктерін беру.